Сәлем достар, бүгін біз қарақұмық пен күріштен жасалған ботқа жасаймыз. Алдымен қарақұмық пен күрішімізді дайындап аламыз. Дайындап алған қарақұмықты жылы сумен жуып, әбден тазалап, жылы суға салып жібітіп қоямыз. Ыдысымызға суды құйып, қайнатып, алдын ала дайындап аламыз да, қарақұмықты бірінші салып қайнатамыз. Тұзын салып, бір рет араластырып аламыз. Ыдысымыздағы қарақұмық қайнағаннан кейін күрішімізді жылы суға жуып тазалап аламыз да, қайнап жатқан қарақұмықтың үстіне саламыз. Күрішін салғаннан кейін бұлғап араластырамыз және қақпағын жауып қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін астын басып жай отта қайнатамыз. Суы сарқылғанша күтеміз. Қарақұмық пен күріш жұмсарып пісіңкіреп қалған кезде үстіне сүт құямыз. Тағы бір араластырып қайнағанын күтіп қақпағын жабамыз. Қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін астын басып, баяу отта тағы да 10 минуттай қайнатамыз. Дәміне қарай қант саламыз, себебі мен балаларым қантпен жегенді жақсы көреді. Және піскеннен кейін үстіне сары май саламын. Бұлғап, қақпағын жауып, отты сөндіріп, 10 минутқа тағы да қоямыз. Қарақұмық пен күріштен жасалған ботқамыз дайын. Балаларға беруге болады, аз болсын. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің каналымды қолдап кетіңіздер.